Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз алгоритм деген подкастымызды бастайық деп отырмыз. Подкастымыздың бүгінгі құрметті қонағы халықаралық ақындар айтысының бірнеше дүркін жүлдегері, бірнеше кітаптың авторы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ержанат Байқабайұлы ағамыз келіп отыр. Уақыт бөліп шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге рахмет. Елге оралғаныңызға да 7-8 жыл болып қалған екен. Сізді бұлай елдер айтыста, сахнада көреді, бірақ мен қарап шықтым, соңғы бір 5-6 жылда подкаст, сұхбат ондайға шықпаған екенсіз. Енді өзіңіздің осы елге келгеннен бергі жаңалықтарыңызбен бастап бөлісе отырсаңыз. Рахмет шақырғандарыңызға. Расында мен арнайы сұхбат берген жоқпын, бірақ кезінде сұхбаттарым, мақалаларым, өлеңдерім енді жаңағы мемлекеттік газеттерге, ақпарат журналдарға шықты. Айтысқа да жиі шақыртып алып тұрамын. Мен 2018-дің 11 айының ішінде келдім ғой, бір жолата. Мен бірақ 2006 жылдан бастап осы Қазақстанға, Алматы, Астанаға келіп тұрдым. Енді айтар жаңалық болсақ, мен осы Алматы, Алатауда шаңырағымды ұрдым. Қайын жұртымда тапқан жарымды алыстан болмады, сол ертістің ең басы Көктоғай ауданында болды. Енді мен үшін ең үлкен жаңалығым, ең үлкен жетістігіме дегенде, мен осы Қазақстанның толыққанды азаматы болуым, мен өмірімде ең үлкен бұрылыс, ең үлкен жемісім деп айтар едім. Жеткен жерім Алатау, жетпеген жерім әдебиеттің асқаршысы мен үшін. Бірақ мен осы жаққа келдім. Оқудым, тоқыдым, әсіресе қазақ әдебиетіндегі бұл классик жазушылардың шығармасын көп оқыдым. Содан кейінгі өзімнің осы жетістігім, мен жарам айтыс емес, осы қазақ поэзиясына басын бұрып, көңіл дәптеріме қалам тарттым. Енді ұзақ жыл айтыста жүріп, поэзияға шығу деген қиын. Біздің айтыскерлердің ішінде тек поэзияға келіп, орнын ойып алған, жұртты елең еткізген дарынды ақын менімен ұлағатты ұстазым Дәулеткерей Кәріп. Мен енді алғаш жазған кітабым мынау Жәркен Бөдеш жарықтық қарынағам, көзі тірі тұрған кезде. Бұл тұңғыш кітабыңыз? Қуаныштағам, бұл боталар неге боздайды. Осыны осы Алматыға келгенде жазған. Ал енді Үрімжі қаласында жүрген кезде, Алтай аясында жүрген кезде, мынау осы Қазақстан баспасынан шыққан алғашқы кітабым жүрекке түскен жол дейтін. Осы кітабымды мен 2017 жылы осы кітабымды арқау етіп, осы баспадан шығарып, марқұм Айжан Желелұлы дейтін Тарбағатай толмақ азамат еді, 41 жасында өмірден өтіп кетті, менің жан жігер досым. Соның қаржыландыруымен осы кітапты шығарған. Мұның кітаптың тұсаукесеріне белгілі ақын, қазақтың жырау Жәркен Бөдеш, менің ұлағат ұстаздарым Қайрат Мұқан, ұлағат ұстазым Әбдіғани Жазылжан, сосын мен қазір парламентте депутат, бұрын жазушылар одағында болған қазақтың айнандай жас пейілді ақыны Жамалбек Әшімжан. Сол кісілер келіп, осы кітабының тұсауын кескен. Бұл тұңғыш кітабым осы жүрекке түскен жол. Дұрыс. Сосын 2008 жылы, енді ол кітаптың үрейі соншалық емес, бірақ Шыңжаң халық баспасынан Қимаймын дейтін жыр жинағым шыққан. Бірақ ол әлсіз жасырып жабар жоқ. Ол жас кездегі лирикалар. Лирика, бірақ ол кезде мен қазақ әдебиетінде үлкен шығармалар толық оқыған жоқпын. Мен кемшілігім ол жақта, мен көбінесе ойынға, жасылды дүниеге, сосын мынау асамалық дейтінде бір өнер енді, жамбағысқа жақсы. Сондықтан ол жақта 2 миллионға зық бар. Бейтарбатай, Бұратал, Саңжелен қабырға, Туанау Ақсайға дейін бар. Негізінен мен сол той басқарып, асабалық кәсіпті өзіммен тағы да айта жатармыз, бірақ мен өзім әркім өзгенің бағасынан көрі өзім бағаны тоқып берген жақсы деп ойлаймын. Мен ақындығымнан көрі менің шешендігім үстем. Мен толыққанды керемет айтыскер ақынмын деп айта алмаймын, бірақ мен айтыскер ақындардың ішіндегі менде шешендік бар. Жаңағыда ақыл тегіл. Енді сосын бойына айтарым өзімді мақтап кеттім да, одан кейін шыққан кітабымды ертіс қашан тасисың. Бұл да елге келген екен. Бұл елге келген, бұның ішінде туған жер және Сағыныш. Бұның алғыс өзім ауылдасым, қазақтың тамыры терең тарихшысы Тұрсынхан Зәкөл.
Енді мына кітабым жұлдыздан биік жусандар. Мен осы кітапты жазбай тұрып, осы жұлдыздан биік жусандар деп осы тақырыбын қойып алдым да, содан кейін осы кітап үшін Атырауға 2 рет бардым. Қарабай Махамбеттің басында деймін. Рахымжан Отарбай Жаңғырықтегі. Сол кісілердің басына бардым. Көз тірі әннің абызы, қазақ әнінің жоқтаушысы. Тек композитор ғана емес, ән тарихындағы, ән шығармашылығындағы өзінің есседе ойы барған орны бар. Әрі суреткер, қай жағынан айтсақ болады, қазір 80-нің сеңгерінде отырған Лия Жақанова ағаммен 8 сағат әңгіме. Мұның ішінде ең Махамбет Исатайдан бастап, Сарайшық, оның ішіндегі Әбіш Кекілбаев, Еділмен Жайық, Әубәкір Сәрсенбай, Фариза апамыз туралы Жаңғырықтегі қазақтың қоғам қайраткері, ғасыр салып туатын ізгіліктің жолы Иманғали Тасмұхамбеттің анасы, Жаңғырықтегі Ділдә Матай анамыз. Мен осының шығармасымен таныс болмақ. Айналайындар мен біздің орталық Тұтар баспасынан кітабы шыққан сол Ділдә Матайым анамыздың басына барып, Жаңғырықтегі Нұрғали әкенің басына барып, осы түрегеде дұғамды білдіріп, сол киелі топыраққа барып, осы негізінен осы кітабым әлі тұсауын кескен жоқ, Атырауға барып кесуім керек, өзім сарақсып жүрмін, пысықтығым жоқпын ғой. Сондықтан осы кітабымды негізінен сол Атырауға арнаған. Өйткені бала кезімде сол қаройды көп естідік. Сонда бұл жерде Лия Жақандар деген кісілермен сұхбат Жаңғырықтегі бұл өлең емес, бұл эссе. Соның ішінде бірақ қамтылған. Сосын мұның ішінде өзімнің Жаңғырықтегі ауылдан естіп білген әңгімелерім бар. Аға Сұлтан Құнанбайдың Алтайға баруы, мысалы Асқар Татынбай ағаларымыз, Қуаныш Ілияс ағаларымыз, тағы да бір қанша ағаларымыз жазған сол кісілердің материалдарына қарап өңдеп, ар жағында өз шамам келгенше. Мен енді толыққанды кәсіптік жазушы емеспін ғой. Осы ішінде мысалы Абыз ақын Есіпбек деген Төлеген Айберген туралы, әнші Тоқтар Сергіп туралы, Досқан Жолдасов туралы көптеген жазған және өздерінің ойлары бар. Енді бұл мынау жүрекке түскен жолдағы негізгі мұның 70 принципі негізінен мынау біздің Жоңғар Халық Республикасы дейміз, халықарада Қытай Халық Республикасы. Содағы шуар біздің Шинжаң өлкесіндегі үш аймақтағы саяси сахананың сардардары. Ең бастаған ағаларымыз жаңағы Қыдырбайдан бастап соғыстығы туралы көл жазған. Өйткені бізде мейлі жазушылар болсын, мейлі ақындар болсын, көбінесе тек әдебиет, өнерде, ден тәрбиеде жүрген адамдарды алады да, көбінесе біздің саяси сахнадағы тұлғаларымыз, қоғам қайраткерлеріміз, халықтың көшбасшылары көлеңкеде халық болатын жағдай бар. Олар туралы айтса біртүрлі жағымсыз екен деп те ойлайды да кейбір адамдар. Бірақ та енді нақты шын көрген жақсылықтарын айтып, ол кісілердің де еңбегі туралы жазуға әрине жақсы ғой. Мысалы жаңағы батырларымыздың енді қандай үлкен еселі еңбектер болды ғой, өнер адамдарына барлығына шапағаты тиген кісілер ғой. Шинжаңдағы, Қытайдағы ұлы саяси тұлғаларды айтатын болсақ, сол кісілердің бір дара еңбегі деп айтуға болады шығар, немесе құбылыс деп те айтуға болатын болу керек. Сенің өміріңе де үлкен әсер еткен ақындар мектебі жайлы. Бүкіл айтыс ақындарын құрап, бір университет деңгейінде білім орталығын құрып, одан неше жыл білім беріп, оның барлығын ақысыз қылып, сондай қазақтың өсіп келе жатқан өнердегі толқынына бір шарт-жағдай дайындады да, және бұны бүкіл үкімет қамдады. Сосын оның шыққаннан кейін дипломдарын мемлекет мойындады. Тіпті қазірге дейін барлығын жұмыспен қамтып қызметке орналастырып жүрді. Осының басқасында өзің болдың ғой, сол жайында айтып өтші. Енді бұл Жаңғырықтегі, Үрімжідегі жаңағы Смағұлы жақты қайтыс болып кетті ғой. Қыдырбай Мүсірәмұлы, енді содан кейін Асғат Керімбай, Нұрлан Әбілмәжін ағаларымыз, Тілебәлді Әбдірашит, Төбен Дәуіт Жаңғырықтегі, Шинжаң оқу институтының сол кездегі бастығы болған Мәнсүр ағаларымыз, тағы да мықты қоғам қайраткерлері бар. Оның ішінде Жаңғырықтегі Іле Қазақ Ақтөбе облысының басшыларын, қазақ басшыларын, және үш аймақтағы әрі бір ауданның әкімдерін, және аймақ уәлилерін айта кету керек, еңбектері зор. Бұл ең алғашқы мемлекеттік меруерт қала дейміз, Жоңғардағы жұлдыз қала, бүтін
оқу ағарту институтынан әдебиет факультеті болашық. Бірақ кластың аты ақындар класы. Осыған бірден дүркіреп ақындарын оқытқан осы Тарбағатай, Илем, онан кейін Алтай аймағы болды. Содан кейін оның келесінші жылында, жаңағы 2005 жылы, келесі жылы. Бұл 2004 жылда, 2005 жылы Шинжаң оқу ағарту институтының Алтай педагогика мектебіндегі жаңағы арнаулы ұстаздар тәрбиелейтін мектептен арнаулы жаңағы жоғары диплом алатын 2 жылда ғана алады дипломды. Оқиды, бірақ диплом міндетті емтиханнан өтеді. Тіл үйренесіңдер. Жаңағы тіл, саясат, қазақ әдебиеті, тарихы, сахналық көркемдік, соның барлығы. Негізі бұған жаңағы сол Алтай аймағы негізінен тек жаңағы Шинжаң оқу институтынан класста жаңағы Мүйізі Қарағайдай Еркін Ильяс, Шәкен Рахметулла, Мұрал Темірхан жаңағы барлығы оқыды дейсіз ғой. Барлығы оқыды. Оның бүкіл қаражатын, ішіп-жем бүкіл жол қаражатын сол ауданның әрбір аудан 7-ден 8-ден ақындарын оқытты. Соны бүкіл жаңағы аудан біртұтас өзінің қазынасынан, үкіметтік қазынасынан шығарды. Сосын жаңағы жоғары дипломын алды. Айтыста еңбек сіңіріп жүрген ақындарымыз, мысалы бұрын сол Еркін ағалардың өзі де жаңағы үлкен жоғары диплом алды. Мысалы қазір Шәкен ағаларымыз үлкен ғылыми атағын қорғап, жаңағы еңбек ақылары өсіп мәртебелері тастақтап бара жатыр. Сондықтан көптеген бұның бір тағы да бір жақсы бір жағдайы айта кету, бізде бұрын мен ғой енді күлкі көркемдерде оқыдым. Көптеген ақындар облыста, басқа аймақта барып жүлдені алады. Жаңағы өз ағамда ағала дегендей сол жаңағы елбасылардың өлеңмен айтады. Біздің қазақ жерден ол қай ғасырда болсында жаңағы барлық өнерде тіл өнері ғой. Оның ішінде ақындардың киесі бар дейді, ақындарды қолдайды. Өзі азғантайған Ақтөбедегі ақындар, осыларды ренжітіп алмайық. Партиямызды, бүкіл қоғамның жақсылық жағында барлығын жырлайтын осы ақындар дейді. Ақын адамзаттың ортақ дәуірдің жыршысы дейді. Сол ақындар жаңағы нәтижесі бүйткен өлеңмен маған қызмет бер. Мен қой бағып жүремін, мен қыстақта жүремін дейді. Сосын қайтеді көңілін бұлмен жаңағы қайтеді ол енді ол. Бай мемлекеттегі енді біреудің қалтасында тұрған штат жоқ жаңағы. Сол штатты біреудің баласынан бұрмалап, бір әскерден келіп орнастырып тұрғанды бұлай бұрып, алай бұрып, сонымен беріп, арендана диплом болғаннан кейін, жаңағы арнаулы институт, маман, жаңағы қазақ әдебиеті, бұқаралық мәдениет басқарушы сияқты кәсіпті бітіргеннен кейін, оны айтқаннан жақсы. Арнайы білім алды. Жақсы білім алды. Ол сауатын ашты, ол қанша айтқан білімін алды. Сондай бір бізде өте бір жақсы, бұл енді әлі де үрдісін тауып жатыр. Әлі де оқимын, мысалы біздің әзірге айтыстың үлкен жалыны ғой енді. Үлкен таланып, мысалы Жамиға Дәулеткізі қарындасымызды осы 2018 ба 19-да мысалы Шанхай қаласында бар 2 жыл тағы оқыды. Бұл біздің тарихымызда Шанхай қаласында бар оқыған ақынсың. Шанхай көрген дейсіз. Шанхай көрген әйтпесе біздің ақындар жылына бір жаңағы автономдық 5 жылда бір өтетін айтыста болмаса, кейбір ақындарымыз үрімжінде көрген жоқ. Енді бір кезде осы ақындар айтысы өте жоғары деңгейде, әсіресе мынау форматы жағынан, қаншама үй тігіліп, қаншама ақша бөлініп, бүкіл Шинжаңды дүр сілкіндіріп өтеді ғой. Анау алыс-алыстан келеді. Сонда бағана өзің айтып қалдың, соған анау ЮНЕСКО-дан бүкіл Бірлескен Мемлекеттер Ұйымынан қаржы бөлінеді деген соға. Соның құқығын бейзаттық мәдени мұра деген бір үлкен құқық солай алған екен. Енді бұл жақта шағын өткізілуі, мысалы қазақ еліне келгеннен кейін әр аудандарды өтеді, бірақ жаңағыдай ірі көлемде көп бюджетпен, үлкен қаражатпен өтпейді да. Соның себебі ме сонда? Енді ол жаңалықта су ішкен құдығымызға түкірмейміз ғой, өткендің орбасында қатар. Бізде өзіңе сол жағдайдағы үлкен дәуір шығар жаңалықтағы. Ақын адамзаттың ортағылары, отанның үгітшісі деді.
бәрі және жоңға мәдениеттің бір тармағы болып жаңағы ұлттардың ынтымағы болсын, дамуы болсын, заңы болсын, бәрін ақындар дәріптеді, үгітші болды. Бірақ сондағы қаржы ары Пекиннен, жаңағы автоном қазынасынан, сосын аймақтың қазынасынан, ауданның қазынасынан өтті. Енді оны ол ақындар айтсын, сол кездегі ойласам, мен кәдімгідей көріп отырамын. Ол енді мына дәуір дамыды ғой. Қазір өзі түйелі көшпен көшетін қазағым да азайды. Иә. Біз енді сондай бір салиқалы салттың дәстүрдің сарқұзына қанып, соның ортасында өстік. Сондағы жаңағы сендер айтқандай ақындар айтса, көзінде ақша қалада үйтігі 11 жезек ақын болса, жаңағы жоқ дегенде 111 үйтік білу керек, тек қонақтарға. Сосын бұл әрбір жерден қонақтар келеді, сән салтанат, күнде сойылып жатқан көк қасқатай, ақсарбас қой, жаңағыдегі қымыз, саба қымыз. Ажарма құрттар, мысалы Демеле ауданында өтетін болса, сондағы жайлау қайса ауылға тән болса, сол ауылдағы біздің қазақ өзі жомарт халқы, жомарттың жотасында малдас тұрған. Жаңағыдегі кеме желеп, құрт, қарындап, май беріп, ұят болады, қонақтарға салыңдар, біздің ауылда өтіп жатыр деп. Бауырсағын ысырып апарып беріп. Ал оны бойын жаңағыдегі біздің әкім ағаларымыз секретарының алдында айтыс өткеннен кейін қазынамыз кетіп қалды деп жерге қараған жоқ. Қайта аймаққа үлкен жаңағыдегі айтыс өткізген орынға үлкен қаржы топталды. Өйткені жаңағыдегі әрбір министрлік дәрежелі мекемелерді, жаңағыдегі біздегі жеке карханаларды, заводтарды, кәсіпорындарды арнаулы ұсыныспен шақырады. Олар келген кезде тізімдеген сол Ақбөзүйде күтіліп жатады, бәрі тегін. Ал олардың ең нашар дегені осы жақтың ақшасымен айтқан кезде 6-7 миллион теңге келеді, жоқ дегенде. Ал Қытайдың ақшасымен айтқан кезде ең төмені 20-30 мың әкеледі. 600 мың, 400 мың да әкеледі жаңағыдей. Мысалы енді арғы бетте біздегі актив жаңағыдегі Белен сияқты компаниялар болды ғой. Олар ақшаны үктеп өтті, жаңағыдей бұл жарнамасын жасап алады. Саяхат мерекесі ғой. Саяхат мерекесі, дала жәрмеңкесі, бұл да тағы да бір жақсы тек айтыс емес. Жаңағыдей күйшілер, қобызшылар, әншілер, кермешілер, писагерлер, сосын ат бәйгесі, қызғуар, дала салтанаты, күрес, теңгілу, не дейсің? Соның бәрін жаңағыдай қазақ кигіз үйін, шеберлігін, сосын бойын жаңағыдай бір қойды ішінен ішек қарын аршып тазалап, қанша секундта сойып боласыз, қанша минутта сойып боласыз. Жаңағыдай бүкіл шеберлік, ұлттық спорт, бүкіл дала мәдениеті, бір айтқанда Мұхтар Әуезов айтқан ғой, бұл айтыс деген қазақ даласының театры деген. Сондай болды. Ал бағажанған жүлделі ақындарға, ал жүлде келмеген ақындарға да жол қаражаты, жаңағы ақындар айтысының алдында қонақ үйі, 15-20 күндік саяси тәрбие, осының бәрі тегін болды. Бұл жағынан қаржыдан ешбір қиналған жоқ. Енді біздің Қазақстанда да жақсы үрдіс бар. Жаңа Қазақстан, оның алдында да әсіресе осы жаңағы өкімет өзі бас болып, үлкен мемлекеттік айтыс ұйымдастырады жылына. Жаңағыдай Аманат партиясы қаржысын шығарады. Жаңағыдай көптеген. Оны бойында бізде бір жақсы ер елдің қазынасы дейді ғой. Біздің елдің жігіттері дегендей осы ата мұрасын ардақтап, бабалар рухына тағзым етіп, атымтай алтын кеуделі жігіттер жаңағыдай автокөлік тігіп, үлкен ақындар айтысын үрдіс өткізеді. Содан кейін тағы да бір айта кетерім, бұл жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар дейді. Бұл Қазақстанның ақындары қанша айтқанмен қара шаңырақ, мәдениеттің тарихы ұзақ. Біздің Қазақстан жаңа ел, жас отан енді дамып келе жатыр. Енді бір 10 жылдан кейін ол Қазақстан дамуы қаншалықты болады, оны біз бәріміз ертеңге сенеміз, елге сенеміз. Мен айтпақшы едім, осы Қазақстанның ақындарының жаңағыдегі Балғынбек Имаш, Айбек Қали, жаңағы Аманжол Алтай, небір жақсы, Бекар Шойбек болсын, Атырауда жатқан Меңдіс Қосынбаев ағалар болсын, Қос Серік ағалар болсын, бәрі жаңағыдегі Қытай халқымен салыстырғанда Пекинге, Шанхайға барып сабақ бере беретін мемлекеттік профессор ғалымдар қазақ тарихының жілігін шағып, жілік майын ішіп алған қайдан салсаң, содан салады. Бүкіл классиктарды, шетел шығармаларын оқыған халықаралық деңгейдегі өте білімді азаматтар. Қазақстан ақындарының бәрі қайсысынан қандай білім сұрасаңыз,
Ona бұл ақындардан мен өз басым емес, біздің ақындардың үйленетін жағдайы, бұлар жүлде үшін жүгірмейді. Бүгін Балғынбек болған адам Балғынбек басымен, Айбек болған адам Айбек басымен, үшінші орын айтысқа ілінбей қала береді, оған өктілемейді. Қалған жастар басқадан ала береді, кейде бір-біріне жол береді, бірақ келелі айтысқа қатынаса береді. Бізде қайтеміз? Менің өз басым, мен айтысқа неге қатынаспай жүрмін? Мен бір айтыс деген жоқ басам айтады біздегі. О, біздің ер жатың барыпты да, оққа жарамай қапты деді. Ондай сөзді айтпайсың ғой, қысқартып салады. Ер жатың түкке жарамай қапты. Оттап шыққан, өтірін шайнап дейді. Ал әмелиятты ол ер жанат да әкесі байқамайдан туған кезде оның маңдайынан мынау бірінші болады деп жазған жоқ. Үшінші болуы мүмкін, ілінбей қалуы мүмкін. Бірақ біздегі көптеген қауым қайтеді, әйтеуір мені қатты жақсы көрудік деуге, бұл ер жанат мәңгі бірінші болса деп ойлайды. Соқтан мен енді артынан тағы да айтамын ғой, бірақ айтысқа түспедім емес, түстім. Соқтан Ұларбек Минатхан деген ақын досым деген қазір мына жер жанаты жетісуде ақын Сараның ауылында ғой келеді. Сол Ұларбекке айттым, Ұларбек сен енді ақынсың, кереметсің, бауырынан жарап, енді сен 40-та тіпті қылышында қайрап, қасқайып өлең айтатын тұста деп, Ұларбек келіп осы неше түрлі айтысқа қатынасты. Жуықта да бір айтыста болды. Енді екінші айтысында болды, жүлделерін алып жүр. Солай айтпақшы ойым, жалпы жүлде керек емес. Ақын сахнада өз ойын, өз өлеңін айтып, жүректе өлең халықтың жүрегіне жеткізіп, өзіне риза болып түссе болды ғой. Жаңа бізде сөз бар ғой, жаңа бір ақынның сау болса тілмен жағы, мың адамның айтылар мұңай жағы деген. Енді бұл тарихтан қарап тұрсақ та, қазақтан мысалы Абылайдың заманынан бері Абылайдың қасында бұқар болған деген сияқты. Әрқашан жаңа батырлар мен ақындар, жаңа ел басқарғандар, бәрі бүйтіп бір элиталық топ ретінде қалыптасқан адамдар ғой, бұл дәстүр әлі жалғасып келе жатыр. Және сіз айтып қалдыңыз, жанкүйер деп. Енді сіз жанкүйерге кенде емес ақындардың бірісіз. Мен өзім есімнен кетпеймін, мысалы мен 7-8 жасымнан бастап Ержанат Байқабай деген арқылы құлағыма жаңа радио арқылы сіңген. Енді ол замандарда жаңағыдай интернеттің жоқ кезі, радио, телевизордың өскенде бірнеше сағат, бірақ сол радиодан жаңағы сіздің саңғылдаған бала бүркітте дыбысыңызды естіп біз деген бойымызда бір қалай енді бір балауызақ арқамыз шымырлап бір дүр ете түскен бір сезімдер келді де, жаңағы кейбір өлеңдер әуелде есте де бар мысалы жаңағы ассалаумағалейкум аттан қазақ балағы шаң-шаң болып жеткен қазақ деген кездерде алаңдар деп тамсанып отыратынбыз да сол кезде тыңдап. Одан бір ондай жаңағы сіз өзіңіз бағанып сөзіңіз айттыңыз жаңағы шешендігім дегенге байланысты. Сонда кейде ана тап бермелерді тауып айтатын, мысалы мен екеудің айтысын тыңдаймыз, біз айтыстың жанкүйеріміз ғой. Бірақ біздің сол арғы беттегі ақындарда жаңағындай тап бермеде тауып кететін бір тапқырлық, шешендік мына жаққа қарағанда бір бәс болса да жоғары деп ойлаймын. Аузың ашылып аңқайып отырсың ғой, боранда қақпақ ұшқан құман құсап деген кезден, ол кезден күннен келген жоқ болған да. Бірақ енді сонымен алғаға дайындап деп ойламаймын да, дәл ана жерде бүйтіп аузын аңқайып отырған адам солай сахна үстінде тауып кетті енді. Одан жаңағы екеудің ақындарды салыстырған кезде мысалы біздің енді жаңа сіз өнерде ұстазға екен демейсіз ғой. Талай жақсының көзін көрдіңіз, Құрманбек Зейтінғазы, жаңағы Еркін Ілияс деген кісілердің біздің арғы бетте жаңа біз көшпелі мәдениеттің соңын көріп қалғандықтан біздің жаңағы сөздік қорларымызда да ондай бір бай мазмұнды болып келеді. Мысалы, енді мына жақта мықты деген ақындар бар, бірақ олар көшпелі өмірдің мәдениетін көрмеген да, нақтырақ келгенде сағанақ деген деген олар білмейді енді. Сондықтан біздің арғы беттің ақындарында бір сондай архаизмнен қалған көркем сөздер, бір сөз көшпелі мәдениет. Көшпелі мәдениеттен қалған бір нәрселерді сақталатынын бұларды да айтады мысалы. Сіздерде де сондай бұрынғы қазақтың сарқын жақын мәдениетінің сөздері бар да, мысалы жаңағыдай кезген. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, соңғы кезде неге айтысқа шықпай жүрмін дегенге байланысты. Қалай, сізде тартыну бар ма бұл жақтың ақындары менен жоқ жастарға орын беру деген? Көптеген әсіресе рухани жақтан, білім жақтан көп жетістікке жетілу болды. Енді көп оқыдым. Бұл жақта мен жалаң жасырып жатыр жоқ. Мен ол жақта көп кітап оқымайтын, бірақ хатта жаңағы жарысшы ағалардың, апайлардың қасында жүріп құймағұлақ болдым. Құймағұлақ. Әйтпесе мен көп кітап оқымаған, нәрсе мен қасымда осы небір кітапты аударып төңкеретін
ақын достарым болды ғой. Хамит Зәмерханұлы жаңағыдегі шалқарған келін ықыластар небір жақсы. Ана кейін небір әдебиетте отырған Аймаңдайды ағаларымыз болды. Бірақ сол істерін көп айтатын. Не кітап деген тұр ғой ертең 90 мен сәл біраз айтқанда ол кезде салсерікке көңіл бөліп кеттім жасырып жоқ. Бірақ келдім, елге келдім, ес ақылымды жидым, оқыдым, оқыған сайын құнықтым, білдім. Сонан соң 2019-да өткен Сарыкөл дейтін Баянөлгийдің қасында Кең Сахарада өтті. Көрермен соншалықты көп. Бүкіл Жәнібектегі түскі обед дейміз, тамақты бүкіл сол киіз үйлерден бүкіл тегін тарқатты. Сода 4 майдан айтысқа шықтым. 3-ші майданымда Еркін Ильясқа салдым. Сарқылып бара жатқан кезде Құрманбек Зейтанғазы мен айтыстағы үлкен әкем ғой енді осы. Құрманбекті айтпау қиянат. Қазақ айтысының. Қаранар деп ойлады. Мен Құрманбекпен Жамылханды былай ғана айтар едім. Басынан Башбайға дейін өлім болып кеткен адамдар 70 жыл сапсада сүрінбеген. Өмірден гөрі өлеңді сондай сүйген, кісілігі, тазалығы, арибасы, ақиқаты бар айтыс әлемінің патшасы мен патшайымын Құрманбекпен Жамылханды айтып жүрді. Біз солардың мектебіне. Сонымен жаңағы әңгімем жалғасы Баянөлгейде болдым, Қобдада болдым. Қобдада тағы да рахмет айттым ғой. Тазархан деген айтыс керек бауырым бар, соның анасы бар, ол құрыңғызы. Сол 88-де батасын беріп, маған айтысқа шығарып тастады. Сол Сарыкөлде өткен ақындар айтысында, сондағы Моңғолия тарихындағы автокөлік өткен ақындар айтысының бас жүлдесін мен алдым. Жаңа Тоқан деген ағамыз Әділғазы болды, қайтыс болып кетті, иман жолдас болсын. Жақсы жазба келеді. Сосын әділ бағалап маған автокөліктің күлтін ұстатқан. Бір гитарым шығарып келеді деп едім, соған қарыздар болып қалды, ол сөйлеп қойып жүрме білмеймін. Сұраған рахмет дейтін қазақтың Аймаңдай ақыны бар, әзір Астанада тұрады. Келіскен. Сол кісінің қолынан сол бас жүлдені алдым. Енді ол автокөлік дейтін бір темір ғой, бірақ Текпелден Баянөлгей арасынан Баталуым. Ол кезде елмен жұрт сағынып жүрген кезде. Қазақстан атынан бардым. Бірақ біреу жыл сөз сөйлесе де ішіңнен бір қылып етіп жадырай қалатын кез. Енді туған жер туған мекен деген бөлек қой. Ар жағынан Алтайдың саңғып тұр. Сондай сөз жерде бүкіл халық төбесіне көтергенде мен басқасы емес, өзім емес. Ана жақтағы 2 миллион қазағым ақындар айтысын қолдаған ағаларым ержан биіктен көрінді, беделімізді көтерді ғой деп, қуанып қалды ғой деп өзім ойладым. Сосын осы 2 жылдан алдында Жаркент қаласында Жандарбек дейтін кескен айтыскер ақын болған. 29-ға ілінбей адам қолынан қайтыс болып кеткен. Айтақын ағамыздың жақын досы болған, Айтақын өзі бағалаушы болды. Сол біздегі Жандарбек кескен ағылескер ақын ғой Жандарбек. Айтақын баласы. Өзім өнердегі жақсы болғанымыз құрметі. Сол Жандарбектің атын сол Жәнібекте Айтақын қайтыс болып кеткен досының құрметіне қойды. Ол да ақын кісі. О да келіскен айтыскер ақын болған. Сол кісінің 60 жасындағы өткен үлкен халықаралық айтыс өтті, Қырғыздан да келді. Сонда соның бас жүлдесін алды. Ол керемет. Көне сосы қолыма алып, әзір менің 3 кітабым дайын тұр. Жұматайдың жүрегі дейтін кітабым бар. Баспаға дайындап отырсыз. Осы жуықта шығып, Алматының күзде көктем маған дейді. Алматы жылдарын кітап. Бар оны енді осы жерде айта кетуім тиіс еді. Жаңағы ұстаздарға айттық қой. Мен енді ұстаз ағаларым көп. Құрманбек Жамалхан, Гүлмәри апалар, Шоймақтағы, Тарбағатай еледегі, анау Санжыдағы қайсы бірін айтсам, бірінің атын айтсам, бірін тастап кетемін. Жақтағы Әбдіғани ағалар болсын. Сосын Қайрат ағалар болсын, Қайрат Құлмұхаммед. Қайрат Құлмұхаммедтің ерекшелігі басқа ақын толғау айтамын ғой. Айтса да жеткізіп айтамын. Оны Қайрат жеткізіп айтады. Сол жерде Қайрат аға демекші, тағы да бір кітап жазып жатырмын. Ақын Қайрат айтады депші. Қайраттың айтыстан басқа жердегі жүріп алмады. Тойдағы, айтыс барысындағы, әзіл-қалжыңдары. Енді көп нәрсе қатыспай қалады ғой. Соны бір ұстаздық немен ғой деп, соны ыңғайлап жатырмын. Бұл жерде Құрекең демекші, мен енді өзім емес,
сол ұстаздарым үшін жұмыс жасайын деп жүрмін. Қайрат аға туралы жазған кітабымды да шығарып, Қайрат аға батасын беріп қуанып жүр, жақсы болды. Бауырым бар деген жақсы болды, басымнан сипаған. Жұмыстарыңызға алла береке берсін. Бәсе сіз соңғы кездерде айтыстан көп көрінбей, біраз кітаптар жазып, тек өзіңіздің емес, жаңа ұстаздарыңыздың кітаптарын жинақтап, ол кісілер туралы шығарма жазып, өнердің жоқтаушысы болу деген енді бұл тек бір салада ғана емес, жан-жақты ізденіс үстінде болу, енді шығармашылық адамға тән нәрсе да. Енді жаңа бір сұрағым деп отырған сұрақ былай енді жаңа Қорекеңнің көзін көрдіңіз, мына жаққа келгеннен кейін жаңағы атамыз Жәркен Бөдешті де көріп қалдыңыз, енді ол кісілерде қазір арамызда жоқ екен, тарихтың хаттарында қалатын кісілер бар. Сол ұстаздарыңыздың бір керемет бір есте қаларлық бір уақиғалары болмаса жаңа тап бермеден тауып айтқан бір шумақтар деген сияқты нәрселер бола ма бір? Шумақтар болған кезде 96-жылы ғой мен Құрманбек атаны көзбе-көз бетпе-бет көрдім. 96 жыл. Қайрат Құлмұхамедов сонда жаңағы Алтайдың Алақы деген абыз өлкесі бар, Асқар Татанаевта Қадыр Шәрәбилерді туылған кезінде Шәріпхан ордасы отыратын шарапатты жұрт. Сол тозудай түрленген Торғайты жайлауы бар. Кезінде Аға Сұлтан Құнанбай бар, Шақубайдың болды. Көкқасқатарға бата берген көркем жайлау, сұңқар аюжан тастарды сүйіп, сұлу сұлдай ақ келгеге ағып жатады. Көрінісі сондай керемет, үш Торғайтының сода 1996 жылы Алтай аймақты 11 жылы ақындар өтті. Шөпбел бардан. Сіздің 13 жасыңыз? Мен алғаш айтысқа қатынасқан кезім. Сонда айтыстың соңында жаңағыдай Қамит Сқабылына келіскен Ақбоз аттың. Сонда жарықтық. Сәкен Сейфуллиннің тау ішінде. Ақбоз ат менің тұлпарым, қос құлағым қамшылады деп. Оларды жіберді. Айтыстың Қаранарасын Құрманбекке Қаранар жетектеп. Сонда Жеңісхан Мүсіп ағамыз сұхбаттасып тұрған кезде Қаранардың жез бидасын жерге түсірмей, елдің алдында желпініп. Сөзбен өлеңнің құдіреті зерделі зейтін қазмолды Құрманбек былай айтады. Емес қой түсінгенге мақтан бүгін, еліңнің мереймен шаттан бүгін. Алдыма Қаранар тартқандығын, мойныма нарғын жүгін артқандығын. Қайрат Құлмұхамедке келіскен, қан жеген ақмын секірет деді, секіртті. Ал ақтың ауыл бастығы екен, бақыт біткен соғысына деген. Қайрат аға бақыт үстінде жүрген айтыстың да әулиесі ғой. Сонда Қайрат айтады Жеңісхан Мүсіп ағамызға. Думаныңда көп ойнадым, көп күлдім, шын ақынның алмас тілді өткірмін. Арқалықтың қан жерейін ойнап Торғайтынан кетпей қойсам дейді. Маған арнау жуастық болған Үкітайдың кішкене сұлу Толтаймен кезде сонда айтқан ақтарды өлең жырмен ғасырмаймын жалғасқан бұл мұраңа басырамын. Алдағы ағалардың ізіменен өнерді онан арақ асырамын. Көпшілік әрқашанда сыйласып өтті. Демеймін келіншегіммен сынасып өтті. Сол кезде өлеңі сол ғой. Келгенде айтысың алғаш еді қалай ақтаймыз. Болды. Жаңағыдай. Енді мен 2008 жылы осы орайда айтайын, сенің сұрағыңа бар. Талдыраққан Тасбақ деген кеш өтті. Үрімжіде. Абдурендік партия мектебінде өтті. Сонда жаңағыдай ел ағалар бар келді. Бүкіл халық жиналды. Сол айтысқа Құрманбек атамызды Өр-Алтайда Тарбағатай апамызды Тарбағатайдан Жамалхан апамызды жайырдан ғой. Сосын Қайрат ағам көшіп кеткелі бар ма? 5,5 жыл. Қайрат аға барады, иә. Сол күні Алматыдан арнайы алдырды. 5,5 жылда. Сосын ертең айтыс өтетін кезде кеште Құрекең келді. Қайрат аға бәрі күн осындай дастарханда болды. Қайрат аға орнынан тұрып, қайтадан Құрманбек ата Қайрат ағаның маңдайына іскеп, бауырымды құшағына басып. Айнұрмен айтысын сәтті болды. Менің қызым сен сол айтысың арқылы мектебіне қабылданып кетті. Қызымнан саған хат жазған айналайын. Рахмет айтпаймын, өз бауырымсың ғой. Көп рахмет. Мынау кішкентай ержан атты бала демей келіпсің 5,5 жылда. Қайрат саған елмен жұрттың атынан рахмет айналайын. Деді, жәкте қонағы нөмірге бөлмеге. Құрекең екеуді орнастырған, Құрекең ұйықтаған, Қайрат аға басқа достар тағы да біздерге алып кеткен қонаққа. Бірақ Қайрат аға арық шай ішіп кеткен адам. Содан Құрекең таңертең оянады,
Кайрат ағаның сағатымен түсіп қалған, Кайрат аға әлі келмеген. Жоқ. Содан түскі обед кезінде Кайрат аға келеді. Осындай үлкен үй залда тамақ ішеміз. Жәңгіректе. Сонда обед ішеміз, сонда ой, Құреке демалысыңыз қалай десе, Құреке Кайратқа қарап тұрып кетеді. Тап берме ғой. Мыналар менсінбеді мұжық шалда тым ерте қызық қалды. Халықаралық Кайратын қанып кетіп, басында сағатымен түсіп қалды. Енді ол тап бермедегі ақындарды көп. Оны енді келесі санда тағы айтып жатармыз. Мына шу айтыс деген шығып жатыр ғой қазақ елінде. Енді былай кейде қарап отырып, шу айтыс бір айтыс деген қасиетті өнерді әжуа қылу ма деп те ойлап қаламын. Кейде бір сайқымазақтық бір қайдағы енді әншілер шығып алып екі сөздің басын құрап елді күлдіргенінен мәз болып жатады. Сен осыған көзқарас қалай? Енді ол туралы көптеген пікірлер айтылған. Артынан оны көріп, кейбір соңғы нәтижелерін көріп, қазақ айтысына жүрегінен жүз жауап берген Жүрсін Ерман. Айтысты айтқан кезде Жүрсін Ерман айтыс жүрсін айтыс десек болады. Сол Жүрсін ағаның сөзі менде осыған жараң былай қарап едім деп, бірақ айтқан сөзінің жаны бар. Енді киелі өнер ғой. Бірақ Жәңгіректегі айтысты көргісі келмейтін, айтысты түсіне алмай жүрген әзірге жастар соған бұрылған екен. Жатыр, бірақ наға айтысты көріңізші деп реклама ретінде айтыс қағаздардың ымдасы болады екен. Адам назар аударту ғой. Назар аударту соның бір жіңішке ойлап тапқан өздерінің жолы. Оған бола енді айтыстың өресі түсіп қалмайды. Бірақ сөз киесі бар. Сөзбен Жәңгіректе қазақтың үлкен дәстүрлі өнерімен ойнауға болмайды. Ол сөз деген нәрсе құдірет. Кейбір ақындар айтады, әйтпесе басқа да бір өнерпаздар айтады, мен домбырашылық, күйшілік өнерімді қойып кеттім, не ән айтпай кеттім, не жазба поэзиямды қойып кеттім, не сөз сөйлегенді қойып кеттім, не Жәңгіректе айтыс келгенді қойып кеттім, бірақ тыстап қош айтып қойып кеттім дейді. Менше ол өзі қойған жоқ. Ана киелі өнер одан жеркеніп кетіп қалды. Енді осы кие демекші сакралды айтыс деген бір таңғажайып өнер да. Енді бұны қалай айтуға болады? Кезінде Үрімжіде Жәмиғ ақынның бір кешінде болдық. Сол кезде Жәмиғ ақын сахнада өте бір тыңдарманға өте бір керемет жақсы ойлар айтып, елді желпінтті да. Соның артынан жаңағы сұхбат алып сұрап жасайды да, нақты жаңа сахнада не айтқанымды онша өзім де білмеймін дейді да. Ондай ар жағынан ағыл-тегіл. Сізде де сондай бола ма бір арқа қозып қойған кезде не айтып қойғанын күйдегімен келіп қалады да ар жағынан нәрселер? Жоқ, енді ол өйткені ол Жәңгірек деген ана бір керемет бір теңеу сөздер, ондай дүниелер болса, оның бір-екі жыл сенің есіңде қалады ғой. Жәңгіректе Кайрат аға менің маған айтқан арнауында айтады да, әкім болу өмірдегі заңдылық, ақын болу ол басқаша мәңгілік дейді. Қандай жақсы сөз. Соның кейін Ақсайға барған толғауында айтады, Ақсай сені ауған ел деп айтпаймын, ағып келіп тоқтап қалған алтынсың дейді. Ұзақ қайнап. Соны Кайрат айтады Жәңгіректе, Алтай нақты сол 11-8 ақындар Ағажай Алтай деген толғауында бұл Алтайды талай ақын зерікті, көңілдің көк жайлауында гүлекті, алтынның суын ішкен қойғаны басқа жердің қасқырынан жүріпті дейді. Болды, осы бір шумақ Алтайды жырлауға жетеді. Енді ол айтты осы, мен енді ол әдетте сахараға шықпай жүргенде Жәңгіректе осындай үлкен дастарханда отырғанда 20-30 адам болса, ақтың бір жол сұраймын да, сол ағыл-тегіл кетесің, бірақ оның ішінде бір жолда сенің есіңде қалмайды. Ал кейде айтысында тыңдап отырған кезде алынан өз жерін қандай жақсы айтып кеттің дейсің. Өз жерді қастырып сәл кеткен екен дейсің. Өйткені ол жерде мен бір айтысында айттым ғой, сахана қияметтен қыл көп өтейікші. Ол сахана қиямет. Екі айтылмайды ғой жерде. Ол сахана, мысалы Бағынбек ағаның Бағынбек Имаштың жақсы бір сөзі бар. Айтыс ақын болу үшін ең алдымен батыр болу керек дейді. Сен батыр бол. Өйткені пәленбай халықтың көзі сені жиып қояды саханаға шыққан кезде. Мысалы бізде Жәңгіректегі соңғы қара жарыстан кейін менің кейбір айтыскер ақын достарым болды. Сен Жәңгіректе ең кішігірім бір құда қонақ айтып, осындай бір отырыс туған күнде де
сен оның алдында өлең айта алмайсың. Ол басқаша. Ол керемет сен аузыңды ашып. Бірақ үлкен сахнада. Үлкен сахнада айтқанда мен сұрасам айтады, ой, құраған емес, 3 ай жаттаған өлеңді ұмытқаным дейді. Сонда ана күніге тұтылып кетпеді деп ойладым дейді. Сахнадан қашып шық. Әріптесіне айтып отырған ойымда жоқ. Отырдым дейді, осыған неге келдім дейді. Еркін ағалар тек сахнада емес айтты. Құда қонақ тойларда, үлкен отырыстарда да келістіріп төгілді. Сонда сол сыртқа шығып ауа жеткен кезде айтар, сонда маған қандай айтты өлеңді. Сонда еркін құбылыс қой. Сонда ол еркін ол. Еркін құбылыс. Еркін. Көкжиектен көрінген, өмірден ерте кеткен бір ғайыптың құсы ғой жарықтық. Бұл анақымнан анақым артық екен дейтін әңгіме жоқ. Дұрыс айтасыз. Әрбір ақынның өзінің биігі, өзінің жаңағыдай ерекшелігі, өзінің кеңестігі, өзінің тереңдігі, өзінің көкжиегі бар. Мысалы Шәкен Бекар Шойбек сияқты ақын. Қолына қол жұлып алып жаңағыдай. Қайрат болса, Қайрат ағамыз 4 жұмақпен ғана айтады, ана өңге, мына өңге еліктемейді, өзінің әуені бар, болды. Сосын ұйқасын тұрып түсіреді. Қазақ бейізінде бетіме қожықайып сияқты. Еркіннің өз алдында көркемдігі, көркем ол бір мейірімнің мектебі өз алдындағы. Ал Мұрал марқұмның, Мұрал Темірханның жаңағы тез айтатыны. Төкпелейтін ағасы. Мұрал ағам 38 жасында қайтыс болды, сонда Нұрболат Тоқтархан ағамыз ол үстемін өсіп кетті ғой. Көркемдіктің кереметі ақын еді. Сол жоқтау айтып тұр халықтың алдында. Сонда айтып келе жатып кетеді. Өлең қанша тез болса, өлеңің сонша тез болды дейді. Осы сөздер жетеді. Жаңағыдай Тарбағатайдағы ақын апайларымыз бар әсіресе. Сосын ғой Гүлсінай, Арай, Анар қарындастарымыз, Шұғылай Ғазиз әпкелеріміз көп қой енді. Лидай Қанша әпкелеріміз, Шүрәлар, жаңағыдай Құзым марқұмдар, сосын әзіргі айтып жүрген ақындар көп мысалы. Батырғаным өзі менің аға досым бір жағы. Көптеген Ленеде мына бір Ленин тұлпарындай бір тұнба жерді қазып жүрген шоғыр бір қарқаралы құстай бір қанаттарын қағып жүрген ақындар көп. Небір ақындар бар бәрінен де. Оралбек бойлар қандай айтады. Сыбай Сезбай деген шәкірттер көп. Бізде де шәкірттерім көп, мен өте жақсы көретін мықты бауырларым бар жаңағыдай. Ленин өзіндегі Елнұр дейтін асабақпен айналысып жүрген. Нағымандар қандай керемет ақын. Бауыржан өзі қайтыс болып кетті. Енді жарты сол ақындарға сағынышты сәлемімді жолдаймын. Дұрыс, иә. Ол ақындардың бәрін мен жақсы көремін. Мен ол қайсысының болсын, ұлы болсын, қызы болсын, алдынан кешіріп көргім жоқ. Кейбіреуінің аты айтылмай жатса ренжімейді, бәрі менің жүрегімде. Сонымен қатар осы сұхбатым арқылы Қазақстанның майорына мақал желең жақында Жамартау бар жалпы ақындарына шынайы жүректен сәлем жолдаймын. Енеге жақсы әңгіме айтып жатырсыз. Енді жаңағы осы бәріміз 40-тың ар жақ бер жағында тұрмыз ғой. Дәл сол мезетте мысалы адамдардың өмірінде ойында жаңағы неде толғаныстар болып бір не деген кезде, дәл сол кезде біз жаңағы ол бір елден бір елге көшіп келу деген ол жеңіл нәрсе емес. Екеуі бір-біріне түйілісіп кетті. Енді жаңағы 40-тағы кризис деген сияқты сіздің өзіңіздің басында сондай бір неден идеалдық жақтағы дағдарыстар болды ғой қалайда. Жаңағы айтыстан жазба поэзияға қарай бет бұру, кітап жазуға көбірек үңілу деген сияқты нәрселер ше. Жақсы мен түсіндім. Мен жаңағыдай 2018-19-да айтысқа қатынастым деп отырмын. Бірақ сол айтысқа қатынасып домбырамды сахнаға алып, содан жеңіспен оралғаннан кейін барып, менің рухани дүнием сол кезде қайтадан ашылды. Бір түлеп. Әйтпесе жаңағыдай бір жылдай мен бір жұма өлең жазылған жоқпын, бір өлең айтылған жоқпын. Өйткені тоқырау болды. Тек оқыдым да жаттым. Ол арқаны ол шабыт дейтін нәрсе бөлек дүние. Ол анау кеңестіктен келді, текстіктің үні болып келді. Ол көп адам түсінбейді. Жәкте қыран үсті қалай баптайсың, жүрек атты қалай баптайсың. Біздің спортшылар қалай бапталар, айтыскер ақын солай бапталар. Сен өзіңді баптамасаң, оған бағың сәйкес келмесе, еңбек болмаса, ол дүние болмайды. Соқтан жаңағыдай айтыс ақындар өзі бір-біріне қарап тұрып, ай, мынауың басқаша дейді, осы бөлек болып тұр дейді.
бабы келіп тұр ошол. Жоқтар ол Әйгерен келгенде бір нәрсе. сен жаңағыдей еңбектенген адам жүлдені алған кезде қуанбайсың. Өйткені ана айтысқа қаншалықты дайындық, азап сенің жан жүрегіңе өтіп кетті. Сонда алуға тиістімін дейсің, еңбегім өз өтіп кетті. Содан кейін айтыстан түскеннен кейін домбыраны ұстарым келгендіктен шаршадым. Анаш, ол енді бөлек күрдіне. Сосын өзім жақсы айтып қалдым. 40 деген, енді ол бөлек жас 40 деген. Ақыл ойын толар. Сосын өзгені емес, өзіңді ойлайтын жас. Соқтан айтатын нәрсен көп болады екен, көптен сен ойлайды екенсің, қорқады екенсің, сосын уақытында өзі тез өтеді екен. Зымырай бастайды. Оны ойын, ол аз болғанда оған сағыныш дейтін дүние қосылып, ол туған жердің сағынышы. Мысалы, мен жүрегімді жүдететін нәрсе, термеген тектелесімнен сонау алыста қалған. Бұл бір. Екіншісі, мен өзім малшының баласы болдым, Сахарада көшіп қонып жүрдім. Сол салтымның күн сайын құрып жоғалып жатқан. Түйелі көшімнің, Сахарамның түңлігінде түріктің күннің иісі бар, ақбоз үйлер, белдеуінен бесті төрінен естігіп деген, кергесінде кеңес күй шалқитын, анамды әкем меркелесе шаттанып, қызаратын, қыз болуға шаққанып. Жүрегімді жайып салдым десетін, қайын тозға қайталанбас, қатты жазып. Көзбен көрген жібек қыздың күймесін, тоғжан қыздың қатарлы түймесін, сол түймедей мөлдіретіп қолыма алып берген қарағайдың түймешін. Қожайрам алғаш рет асығып, қалдау күндер асығындай шашылып, соның бәрін жүрегіме сақтаған әжем берген ақ ұстай қадыр. Қойшы қалса әкеміз қуаты құн, біз әуелгізен шешеміз ұраты құн, кедейшілік кездерді сағындық қой биттерді бұтарлатып сығатын. Сәби кезін сағынған шынақымын, балалықтан басталған мұратым, бірінші кәсті сағындық қой, демалыстан аңғазен тұратым. Әзірге жүрміз бе? Соның бәрі сағыныш. Бұл сағыныш үлкен тақырып, жаңа айтып қалдыңыз, қазақта бір сөз бар ғой, жүректің қызырын ел көреді, азабын өзі тартады дейді да. Кейде мысалы, өнер адамдарын жүргатпен салыстырып жақсы айтып отырсыздар. Кейде сондай кездер болады, халық шапалақ ұрып ой бәрекелді дегенмен мақтап келгенде бір андай жақсы бір қолдау болмай қалады да. Сондай сәттеріңіз де болады. Мен енді бір ғана айтайын, мен өзім емес көптеген көрермендерім ойлап оқырмандарым айтады да. Мен ержан тәрбие жасайды ғой дейді, мен өзім өмірді жаны дүниеге соншалықты сүйетін адаммын. Құдай ғұмыр берсе екен деп тілеймін. Берекелі ғұмыр, жақсы отбасым, отбасыларым болса, сол ғой. Сонда, бірақ мен негізі сол жаңағыдай жүрек айқайға шабады дейді ғой, біз ол шапалаққа сондай дүниеге шабады. Бірақ мен халқым сахнаға шыққан кезде бәрін қолдады, көтерді, еркелетті. Мен кейбір кезде кідіріп, қиналып айта алмай отырғанда ел айғайлап, ел менен бұрын қиналады, мен соны сеземін. Сондықтан көптеген ойлау құрмандар айтады, зиялы қауымның өзі айтады, мен жастары дұрыс айтады, осы тірісін ел жинақтайды, елдің шапағатына бөленген, атаға абыройына бөленген. Және елдің құрметіне, жаңағыдай көптеген ағаларының құрметіне, мысалы маған 2008 Тарбағатайдың Жомарт атындағы азаматы Айқын ағам, осы ешбір туысым емес, жеке кәсіпкер атанады, қазір салмақ. Туысым ағам 46 мың деген карьерный машинасын алып берді, салонына өтеді. 10 минут туысы. Қазақтың ақысын жайып жүреді. Ол мені сыйлаған емес. Өнерді. Қазақтың өнерді. Сосын біз өнер адамдары көбі жүрегімен жүк көтереміз. Мен өз басым, біреу мені сыйлап құрметтесе, 20 ауыр салмақты. Осылардың өмірін қайтып ақтаймын дейміз. Барынша жақсы жүргім келеді. Бірақ жақсы жүргенмен әйтеуір анашым айтатын осы, сен топырағың кейін кішкене кезінен бастап депші. Мен топырағым жеңіл азамат. Бірақ ешкімге жамандығым жоқ. Сол топырақ жеңіл болса айтады сол, айтамын жас келген, ержанат пісіп жүр. Енді тойға апармай қояды екен, басқаның төбелесіп тоқтасып қалады екен. Сосын ержанаттың қызығы ма екен деп кейде. Бағанағы қыран айтып жатыр маған қалжыңдап.
ömrümde kança kişiyle tanıştım deysiz. Şolar kimden ötürden Kimde olmaz kocası. Kocası denen olur. Şu şartı. Serilik sal seri emiseniz sal seri bolamayız var. Bırak erkeliktin yetisinde en jaylaunda ekileyim жүрген азамат. Былай жабыққан, қиналған, сондай бір күшті жауған өсек аяңға бір қатты ренжіген кездерің бар ма? Менде өсек еріп жасаған түрлі өмірмен өжет қылып өсірді. Қоңыртауда қорланан шырқаған кеше өткен есте жақын секілді деп. Мен айтар едім, өсектің адам өледі болсам, мен өсек. Бірақ бір жақсы, мен ондай бір өсекке өзім туралы айтылған ғайбаттарға қапермейді. Енді әңгімені осы Жәркен ағамыз туралы бұра кетсек. Жәркен Бөдешұлы менің өмірімде де үлкен құрметпен қалған, өйткені 2012 жылы дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының жұмыс шайырасының бас жүлдесін алдым ғой. Сол кезде осы кісі бас төреші болды. Былайша айтқанда белгіленіп қойған жүлдені маған алып берді. Енді кейін арғы бетке кеттік біз. Ал өз қолыңмен кесенесін орнатып, үлкен кітап жазып, Жәркен өзі бір сағыныш үшін жаралған адам. Жайыр мен Жәркен деген екі ірі тау ғой. Жәркен ағамыз жайлы бір естеліктерден үзіктер айтсаң, қандай кездер болды, қандай сағыныш бар? Мен өзі Жәркен адамы өзінен бір өлеңмен таныстық қой. Туған жер сағыныш туралы өлеңдер. Бірақ осында жүрекке түскен жол дейтін кітабында Жайықты Айжан Жайырұлы дейтін досым арнап алып келді. Мен ол кісімен телефонда ғана сөйлестім. Реттеп Мағазұл дейтін бауырым телефонда хабарластырып. Сосын келіп, маған батасын беріп, тұсауымды кесті. Мен сол кезде Жамбылатында филармонияда ғой. Сонда сол Жамбылатта осы сол кешінде Жәркен атаны отырғызып қойып, сол Жәркен атаға арнап өлеңімді оқыдым. Жәркен мен Жайыр Егістау теріске күн көй сағынған, көкірек өзің көңіл сау жарасы қайдам жазылған. Қоңыр кеш және мың күдік, Жайыр жалғыз жылайды қара тасқа да түл бітіп қатуда күнді сұрайды. Жәркен мен Жайыр қосақын табиғат терең құбылыс, шекарасы жоқ тосатын сағыныш қазан ұлы құс. Мезгілдің жазар қайсені жүректе қалған қорғасын, ол ақын болмай қайтеді тағдыр ақын болғасын. Сағынышын айтып сан жылға мұң берген ауыр желкенін, ей жалған танығардың да жиегінің жарқын Жәркен деп. Енді Жәркен ағада бақытты ақын болды. Өйткені әсіресе тауынан елбек Тарбағатайдан, үш аймақта келген, әсіресе 60 жылында астына автокөлік сыйлаған бауырлары болды. Алтын жағалы костюм кигізген, еркелетіп Жәркен ата деп алдына салып жүрген Тарбағатайдың, Тобының, Жөргөжінің, Шәуешектің, және біздің Алтайдың небірлерінің келіскен азаматтары болды. Жәркен аға өзі табиғаты өлімі қандай болса, өзі де сондай. Мен айтар едім, қазақ поэзиясының қаранарының қос өркеші сағыныш туралы екі ақын болса, бір Төлеген Айбергенов, бір Жәркен Бөдеш деп айтар едім. Енді осы боталар неге боздайтыны осы Жәркен атама шығарған, Жәркен сағыныштың ақыны, ел мен жұрт алақанына салған, мәңгіліктің ақыны, ол Жәркеннің өзі Жәркен болды. Оның жаназасын Жайыртау шығарып, құлыстаймен құлыптасы болды деймін. Жәркен жайған адам емес. Жәркен жылдан жыл қайдаған қара өлеңнің қан бар еді. Айтысқа дайындық деген мәселе бар да? Өзің қалай қарайсың? Кейде айтыста толғау айтып отырып алатын адамдар. Енді айтыстың белгілі болып тұрады да, мынау шаңдатып шаба жөнелген кезде оның жаттамаға кеткені, сосын мүдіріп кідіріп қиналған кезде оның тауып айтып жатқаны білініп тұрады. Ол енді бәрі білініп тұрады. Енді дайындық туралы айтсақ, Құрманбек атамыз айтатын, дайындық соғыс жүргізуге болмайды деп. Ал мен айтам, қалай біреудің үйінде құдалық сөйлесіп бара жату үшін де не айтам дейсің. Жақсылап бір адамға көңіл айту үшін де топырақ төлімде. Сол сияқты нәрсе ол дайындық болу керек, еңбек болу керек.
ол жақты сен айтыс келсін, сен сахнада отырған кезде сенің түзу молтаның болу керек, шабатын қақпаның болу керек, тұзағың болу керек. Жәктегі ол дайындық қалай деген кезде елмен жерге сәлем. Жәктегі не ой айта аламын, халыққа қандай ой айтамын, қалай нәрсені жырлаймын, бұл бір. Екіншісі жәкте әріптесіме не деп тұзақ тастаймын, соған қалай жауап беремін. Ал енді кейбір ақындар бүйтеді, әсіресе жас ақындардан шығады, дайындық көрген осы дейді, жәкте хан айтқандай 20-30 күндікті соғатта айрағайда тайрағай әріптесі Атырауға кеткен, анау батысқа шығыста жүреді. Не айтып бір әңгіме солды, екеуінің әңгімесі қосылмайтын айтыс бар, және бір айтыс бар да қазір ақылдасып алған. Енді ол жәңіректегі ақылдасып алған, жасап алған айтыстар бар. Оның арасында бір сынақ ағайын десең де балтаң өтті. Бірақ ол былай сықында театрланған сахналық қойылым деп айту. Бізде қазір сахналық қойылым көп. Сол көбейген сайын мынау сахнадан әсілі ақындардың қазір бұрыннан халық қызығатын сахнадан сыртқы шумақтары, тапбермедегі керемет ой орамдары, тіл өрнектері. Қазір осы нәрсе азайып бара жатыр. Содан кейін ол азайды, одан кейін енді ол шұбыртып 8-9 жыл айтудың керегі жоқ. Мен ойлаймын, қазақ айтысы бұрынғы қарапайым қалпына қайту керек. Құрманбек Жамалхандар, осы жақтағы мысалы жәнекте Әселхан апаларымыз жәнектегі небір мысалы жамбоздар бар ғой, сол кісілер қалай айтты мысалы, қазақи әуенмен, 4 шумақпен қайырмасын әдемелеп айтып отырып, екі шумақтан тап бермеді, сөйтіп қазақтың айтысы сол. Енді ол сахнаға шыға сап құйындатып айтып бүйтіп кетудің енді бәрі ол енді ол қаншалықты дүние екен, мысалы мен өзіме де енді білмеймін енді ол жаңағыдай. Мысалы Қайрат ағамен айтысатын болсам, жарым сағаттан кейін мен аузымнан көл ағып, жол ортадан шығып кетуі мүмкін. Ал Қайрат аға сол 4 жұмақпен кете береді. Оған түн айтама, күн айтама, ол нәрсе. Бірақ әсіресе бұл табиғи өнерге тазалығы жойылмау керек, оған жасандылық кірмеу керек. Енді осы жаққа келгелі байқадың ба, кейбір сахнада дүбірлетіп алып, ал қара жарыста тіпті ақындардың өз ортасына келгенде бір шие шығып, бір желі шыққан доптай болып қалған. Иә, сондай бар. Ұйқастыра алмай, неміне айтпай, өлең айт десең, оның орнына ән айтып кететіндер, сондай дүниелер бар. Бірақ енді ол мәңгілік өлең, мәңгілік болғаны жақсы ғой. Енді өзің ең ұнататын осы жақтағы қазақ еліндегі сүйікті ақындарың кімдер? Мен сүйікті ақындарым әсіресе осы Қазақстаннан 2005 жылдары 2002-ден 2005-ге дейін оның алдында да керемет болды ғой, мысалы енді айтыстың бір дәуір шоқтары болды ғой, мысалы Атыраудағы Метіс Қосынбай, Бекалы Шойбектер, Дәулеткерей Кәптердің жаңағыдегі айтыстары, жаңағыдегі Оразалы марқұм, енді сондай керемет ақындар болды ғой. Енді жаңағыдегі айтыстың арыстары деп Бекалы Сайбекті айтуға болады. Ал жастардың ішінде Мұхтар Нияз, Жандарбек Айдақын, мысалы бұлар жаңағыдегі нақтап берген ақындар айтуға болады. Енді жақсы ой айтқанда жаңағыдегі Қазірет, Шұғайыптар, сосын мына өте салғыласпай көркемдіктен терең айтатын Рүстем Қайыртай ғой. Рүстем Қайыртай. Содан кейін небір жақсы ақындарымыз көп, Сырмай Османғандай жақсы ақын, қыздардан қаншама жақсы ақындар шығып жатыр. Небір жақсы Мейірбек бауырларымыз, небір жақсы ақындар ғой, бәрі де мықты. Бірақ Бекарыстың орны бөлек. Әрбір көрерменге, әрбір оқырманға, қазаққа айтар тілегім, бесік пен бейіттің аралығында 5-ақ күндік жалғанда сіздер мен біздерді берекеден айырмасын, торқалы той көп болсын, топырақты өлім жоқ болсын, ел бастаған ағалардың жүрегінен сақ берсін деген рахмет. Бәрекелді, рахмет аға. Қымбатты уақытты келіп келгеніңізге рахмет. Бұл кездесуіміз, бұл сұхбатымыз бас емес, аяқ емес. Бұйырса әңгімелерді ары қарай тарқатамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі Ержанат ағамызбен болған сұхбатымыз осымен соңына шықты. Осы сұхбатымызды қолдап бізге осындай орай жаратып берген осы Қаби асханалар желісі деген өзіміздің бауырымыз Қаби. Бұйырса біз әлі де осы сияқты жақсы сұхбаттар өткізетін боламыз. Егер осы сұхбат сіздерге ұнаса, дос-жарандарыңызға таратып, біздің каналымызға жазылып, қолдап, астың жағына лайк, комментарийлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Рахмет.
Жігіттер, Ал. сіздерге болсын. Жағың талмасын, қашанда жүзден биіктен көрдіктен, Барлықтарыңызға. еліңе берерің көп болсын ереке. Амин. Үлкен шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар.